десе, ешкі сақалын сипап айтады дейді, иншаллах, бұлар өзімізге келді. Қалай болып жатыр? Рахмет. Рахмет. Жоқла халық тыңдаса айтамыз ғой деймін да. Ауылға келгеннен кейін негізі әңгімені жақсылап айту керек қой, дұрыс па? Әкімдер ұқсап жеп қашып кетпейді. Рахмет. Алматының әкімі Храпуновты білесіздер ғой? Сол айтты ғой, баюдың екі түрі бар деп, баюдың. Бірінші баю керек, екінші таю керек деп тұр. Бірақ қарап тұрсаңыздар, біздің Қазақстан өзі прокатной дуыр болып қалды, байқайсыздар ма? Байығанның бәрі қашып кетеді да, немерелері оралман болып қайт келеді бұл ғой. Сол үшін қатты байып кетпейді, ертеңгі ұрпағымыз оралман болып кетпесін деп бір туғыл жауата қойшы үшін. Рахмет. Мен өзі қаяқта жүрсем де жаңа қорғанда реклама жасап жүремін ғой, мына айтекті тыңдағандар бар шығар, науым деп отқан шығар мені. Негізі түрімді көбісі танымайды, дауыс хит болып кеткен ғой, дауыс. Солай ғой, ә? Рахмет. Енді мен бірден айтайын деп отырмын, бәріміздің шұбырып мәз болып жүргеніміз бар ғой. Әуелі Құдай, одан кейін мен ғой себепкер. Екі жасты екеуін қосып бергенмен, балау келін болатын қыз деп. Сөйтті де бағыламына қақты да кетті. Екі жас бақытты болсын деп келген кісілер болса доғыл жабалақтап қойып. Бұлар, мен өз жас болсам да Құдайға шүкір 5 баланың әкесімін. Рахмет. Қазірде үйден қашып жүрмін. Үйге барсақ көбейіп кетіп жатыр ғой. Мына үйлі қайтайын өзім қайтайын ба? Үйленгендерді көрсем жаман қарғайын деме, бала шағалары көп болсын деп. Қазіргі келіндерді білесіздер ғой, бәрінде келін бар, бір-біріне өтіп майысып жүріп бір-біріне тиіп болады. Сөйт 5 ай майысап, 9 айдан кейін бір бала туады, қалған айналайын өзің туып ал дейтін болды ғой қазір келіндер. Солай ғой? Мен айтамын да, ондай әйелдерге айту керек, сен тумасаң туатындар бар. Ал енді екі әйелдің туатынын бір әйел бір өз туып жатса, екінші әйел алудың не қажеті бар деймін да, көбейсе қазақ, көбейсе! Рахмет. Тыңдап атқандарға берейін, құс боқол тойы. Жыртып кетсең де. Ауылға кеп жыртылмағанда қашан жыртыласың дұрыс па? Жаңа қорғаным! Рахмет. Енді Құдай қаласа, мына екі жастың баласы болсын, енді жыл келін, екі егіз ұл тусын, құдалар екі бесік әкелсін. Бұйыртса. Рахмет. Бір күні дейді да, отырдыр, ауылда сондай ғой негізі, отырдыр. Ауылда білесіздер ғой, садик деген баяғыда өкіметте ғана болады деді ғой, қазірде біздің қазақ новый үй салса, ескі үйді садик қылып жіберетін болды ғой, әктеп. Жоқ, солай, ә? Бір садик ашыпты ауылда. Мынау жындайын төте, тыңдайын. Шынымен де садик ашылған ғой ауылда. Қыстың күні екен. Қыстың күні енді ауылда қай бір маман, пәленшен келін, түгеншен келін ала салады ғой жұмысқа. Сөйтіп бәрін тарқатып балдарды. Жалғыз бір қыз қапты. Қыстың күні апай киіндіріп жатыр дейді да. Көк колгот киіп, гамаш,
майка, көйлек, жемпір, ең соңынан комбинезон ғыры деп жауып қойып тұр мына жерде қазір әкең алып кетеді деген ғой жаңағы қызға. Сөйтсе кішкентай қыз айтады дейді, жаңағы көк колготки менікі емес деп. Ой, ессіз бағыр соны киіндірмей жатып айтпайсың ба? Деп қайтадан 1000 киімді шешіп, қайтып киіндіріп қойған ғой. Сөйтсе жаңағы қыз айтады дейді, жаңағы көк колготки менікі емес, әпшемдігі ғой, қысқарып қалғансын маған берген деп. Ана Африкада бар ғой, негрлер мап қақ жүгіреді десем, ояқта жүгіре алмағандарды арыстан жеп қояды дейді. Сосын не ғой, былай қылайықшы, арылап ішкенді қояйықшы. Сол арақ өзіміздің столда да тұр ғой, жабырып барады ғой, бір-екі столда. Біздің қазақ өзі солай. Тойға келеді да, ішіп шулап, ертесінде тамадаға бәлеже басылады ғой, кешегі тамадалар нәшері келеді демші. Өзі білмейді тойдың немен біткенін. Сол сияқты болмасын, бір күн бір ағамыз больницаға барып, больницаға айтады дейді, доктор, осы мен кейін кезде бауырым ауырама, бүйрегім ауырама, түк мазам жоқ, ең кейін жүре алмай жүрмін деген ғой. Сөйтсе доктор ішесің ба десе, барма деп айтады дейді. Бір ағамыз үйінде отқан ғой. Сөйтсе әйелі үйіне ентігіп кіріпті. Сосын күйеуі сұрапты, бәйбіше не қылдың? Тәубеңе барып келдің ба деген ғой, көріп келген. Сөйтсе әйел айтады дейді, көріп келген барып келдім, күшті біле деген маған көріп кел айтты, күйеуіңмен ұрыссаң тым қайтпайды екенсің қоя деді деген ғой. Сөйтсе күйеуі айтады дейді, артынан көз тая жейді екенсің қоя деп айтқан жоқ па деді. Яғни Ақылбек Жеменейдің қызыл өрігінен не жыл биледі? 5-6 жыл бар е? Сөйттік та өзі сондай екен ғой, одан чип-чип хит болады, оған секіресің. Енді оған елеп жатқан абай мегей, сөйтіп жатқан төре қарай шықты, ерді табыры шығады, сөйтіп кете береміз, е? Сөйтіп болмағасын Ақылбек Жеменей көріп келге бар, көріп, мен қызыл өрігім осы өзге дейін хит болып кеп, ең лап хит болмай қалып деген ғой. Сөйтіп көріп келе айтады дейді, бауыр мен көкөністі ұзақ сақтай алмайсың ғой дейді. Не болды, майдақшаны толтырдың да бұлар. Төрттің деген мен алдап атырдым. Екі ұрыдан, ақшадан еске түсіп атыр ғой. Екі ұры банктан екі тап ақша болып шыққан ғой. Сөйтіп апкеп, бір үйге апкеп, төк тұсап бірінші қап санап атыр дейді. Сөйтсе ішін бәрі майдақша екен да. 100 теңге, 200 теңге, 5 теңге, 1000 теңге, 2000 теңге, миы ашып кеткен ғой ұрының. Сөйтсе екінші ұры айтады дейді, санамай-ақ қой деді. Енді білмейміз ондай жерде қанша екен десе, кешке кітігідан айтады, содан біліп аласың. Мына жерде тамадылар көп екен, екі тамада тойға таласып төбелесіп қалған ғой. Сөйтсе ана той болмайтын болыпты. Рахмет. Ешек көз программамен үй алған ғой, ешекті. Ешек. Сөйтсе бір адам барып сұрап та, ешек сен үйді қалай алдың? Адамды үйді біз ала алмай жүрміз ғой деп. Сөйтсе ешек айтады дейді, жоғары жақта біз бір аптар атқан жоқ па деп. Не ғой,
Bir жерде айып сотталып деп жүргенде құрсын. Тыныш керек. Бағлан, енді қадырменді ағайындар, мен сольный концерт емес қой, кейде өзі шулап не туралы тойып жатқан ұмытып қалып жатамыз дұрыс па? Біреу ішіп алып қуат көкөнім алып жылдық құтты болсын деді. Тағы еске салып қояйын, мен Бағлан ініммен Айдана келіннің тойы тағы да құтты болсын ағайын. Бағлан папасы қақта, мамасы. Кесенші. Екеуіңізге 2000-2000-нан беріп қойып. Әзіл дәрі. Қызық болыш. Көкен, біз туысқанымызды білесіз ба? Тойларыңыз құтты болсын. Құдай қаласа жаңа айтып жатыр ғой, немере келсін үйлеріңізге. Алла қаласа. Бағлан балдарыңыз тыпай-тыпай көз түймесін. Мына өз қатарының алды Алматыда мынау Бағланның абыройы үшін келіп жатыр мына жерде. Әйтпесе бұл кісіні шақыру үшін адам шашы жетпейді дұрыс па? Бағланның пысықтығы абыройының арқасында келіп отыр да. Әйтпесе бұл кісіні тойға алып келу үшін $20-30 мың керек қой. Одан кейін бұл кісіні пәріпштеден самолеттен ұшамын деп. Рас қой. Елбасы Бағлан көз тимесін. Құдай қаласа мына екі жас бақытты болсын. Тез-тез үйге немере келсін Алла қаласа. Bir күні немересі келіп атасынан сұрапты. Ата осы аузында тіс бар ма деп. Сөйтсе атасы тіс аузында бір тіс жоқ деп. Контрольный тағы сұрапты немересі. Ата аузында тіс бар ма жоқ па десе. Жоқ дедім ғой жоқ десе немересі айтады дейді. Ата онда сам-сам тіс айтыш мен кішкене ойнап келейін деп. Сол сияқты Алла қаласа сіздер шақырған көз-көзге көрейін деп едім ғой. Елбасы жастар бақытты болсын, үйлеріңізге той бола берсін. Мына танысқан соң көңілдеріңіз толсын да, қызықтырам деп келіп едім осында. Осы тойға барлығыңызды шақырып отырған осы көкем мен жеңешемнің құрметіне Есапатұлы тағы да бір дуғал жолақ болсында. Сосын осы әйелдер бар ғой, осындай тойда майсы әдемі күшті отырады. Үйде де солай жүрсе ғой. Білдірмейді да. Жігіттер барсыңдар ма? Қайда жігіттер? Рахмет. Күйіп жүргенді толы келді. Жеңешеме қарағанда ағамнан қап-қара десе күйіп кетеді екен. Негізі әйелдерден кінә жоқ. Әйелдердің тілі нағып ұзын болады десек, сүйіскенде өзіміз шығарады екенбіз. Жоқ, шындық қой ол. Айтып жүрмеңіз да, мағасбайдың баласы ұят істеген. Жоқ, сол сүйіскен арасында келдік қой бірге. Мала, еркектерге қарағанда статистика бойынша әйелдер ұзаққа өмір сүреді екен. Неге десеңіздер, ана әйелдер тапқан бәрін бетіне жаға береді пудра-пудра. Сол еркектер сүйеміз деп жүріп жалап-жалап отравление болып ойып қалады. Біреудің Нұрлан Еспанов деген ағамыз білесіздер ғой? Любой каналды қоста көрсете ма? Бір күні осы Нұрекеңді көре бер, Discovery деген канал бар ғой? Шекердің каналы. Қос Нұрлан Еспанов көрсетеді.